ofdk.com.ru-нан рекассаны шешеміз. Ол үшін біз ноутбуктен рекасса дегенге кіріп аламыз. Осылай сіздер номерлерін жазасыздар, код келеді. Сол кодты жазғаннан кейін барып сіздерге осы ноутбуктен рекассаға кәдімгі сотқа сияқты кіріп аласыздар. Кіргеннен кейін бірінші бізде настройканы көріп аламыз. Өшіру үшін настройканы тауып аламыз. И сосын ол жерде бірінші жасайтын затымыз кассиры деген тауып аламыз да. Кассир бар, көреміз, кассир бар ма бұл кассада, жоқ па. Если бар болған болса, өшіріп тастаймыз. Если жоқ болса, сразу настройки кассаға бір барамыз қайтадан. Сосын асты жағында снять кассу с учета деген тұрады. Соны басасыздар. Пин-кодты обязательно білу керексіздер өздеріңіз кассаның. Сосын сіздерде уже касса жабылу жүріп басталады жол. Бұл жерде причинасын таңда деп шығады. Начать дегенді басасыздар. Начать дегенді басасыздар. Одан кейін барып сіздерде не үшін кассаны шешіп жатсың. Соның причинасын таңда деп шығады. Біз ең соңындағы иные случай, ешқандай законға қарсы келмейтін иные случай деген таңдаймыз. Выбрать етеміз соны. Одан кейін барып сіздерде қалай қол қоясыздар. Через ETSP ключ болса NCLR, если YouGov Mobileға соткамен қоятын болсаңыздар, YouGov QR деген таңдап аласыздар. Осыдан кейін сіздерге ETSP-мен қол қойғаннан кейін ETSP-мен қол қойғаннан кейін сіздерде касса шешілетін болады. Касса шешілгеннен кейін барып, қайтадан кассаға барып, кассаны деактивировать ету керек. Ол естен шығып кетпеу керек. Мына біраз күте тұрамыз, қана қол қою үшін. Кассаны шешіп болғаннан кейін процесс жүреді. Касса шешілген болса, готово деп шығады. Сразу готово деп шықты. Енді кассаға біз қайтадан барамыз. Жаңа шешілген кассамызды көру үшін. Ол жерде загрузка болып тұр. Енді қайтадан сіздерге деактивировать кассу деген шығады. Мына соны басасыздар. Кассаны номерден өшіріп тастайды осылай. Болды, ешқандай касса жоқ сіздерде. Видео пайдалы болса, лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Осылай рекассаны шешуге болады.